36-шы есеп. Ғимараттың ені 140 метр және ұзындығы 250 метр. Ғимараттың ауданын табыңыз және жауабын гектарға аударыңыз. Бізде ғимараттың ені және ұзындығы бар, онда біз оның ауданын таба аламыз. Ұзындығын еніне көбейту арқылы. 140-ты 250-ге көбейтеміз. 25-ті 14-ке көбейтейік. Мына жерге келіп көбейтіп алайық. 25 көбейтілген 14. 4-ті 5-ке көбейтеміз, 20, 0-ін жазам 2 ойда, 4-ті 2-ке көбейтемін 8, ойдағы мен 10. Мұнда 5, мұнда 2. 0, 5, 3. 350 және біз көбейтпеген 140 пен 250-дің 2 нолі бар. 350 мың метр квадрат болды. Енді бізге жауабын гектарға айналдырыңыз дейді. Ал 1 гектарда 10 мың метр квадрат бар. 1 гектар ол 10 мың метр квадрат. Демек, бізге метр квадратты гектарға айналдыру үшін біз 35 мыңды 10 мыңға бөлеміз. 35 мыңды 10 мыңға бөлсек, 3 нөлді қысқартамыз. 35-ті 10-ға бөлсек, ол 3,5 гектар болады. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол Б нұсқасы.